Сәлеметсіздер ме қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың тұңғыш жиһан кезі 5-ші сабақ. Сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріп, көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңызды білдіретін боласыздар. Тілдік бағдарда төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдарын қарастыратын боламыз. Ой түрткі сұрағына құрылған алғашқы айтылым тапсырмасына назар салыңыздар. Суретте кім бейнеленген? Ол туралы білетіндеріңізді айтып көріңіздер. Оның саяхат тақырыбына қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Өз сөздеріңізде ауыспалы мағынадағы сөздерді қолданып отырыңыздар. Иә балалар, алдағы орындалар тапсырмалардан дәл осы ұлы тұлға жайында көптеген ақпарат алатын боласыздар. Екінші тапсырма тыңдалым мәтіні. Мұхаммед Қанапия Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы Қостанай облысының Құсмұрын жерінде туған. Әжесі бала күнінде Шоқаным деп еркелетіп айтқандықтан Шоқан атанып кеткен. Шоқан бала кезінен білімге бейім әрі құмар болған. Шоқан тарихи аңыз әңгімелерге ерте бастан-ақ қызыққан. Ол жастайынан данагөй билердің әңгімелерін, ақындардың өлең жырларын зор ықыласпен тыңдап өсті. Оған тәрбие беруде сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болды. Ол жас Шоқанға ежелгі қазақ ертегілерін, аңыз әңгімелерін, мақал мәтелдері мен даналық сөздерін жиі айтып отыратын. Шоқан 12 жасына дейін Құсмұрындағы мектепте оқып, мұсылман діні ілімімен танысты. Шоқан ауылдық бастауыш мектепте оқып жүріп-ақ араб, парсы, шағатай тілдерін үйреніп алды. Ол сурет салуды да ерте үйренді. Бұл өнерді оған орыс суретшілері, топографтары мен геодезистері үйретті. 1847 жылы 12 жасар Шоқанды әкесі сол кездегі ең таңдаулы оқу орны болып есептелген Сібір кадеті корпусына оқуға орналастырады. Мұнда әскери сабақтарға қоса орыс, батыс әдебиеті, географиясы мен тарихы, философия, физика, математика негіздері, шетел тілдері оқытылатын. Кадет корпусына алғаш оқуға түскен кезде Шоқан өзінің зеректігі мен орыс тілін тез үйренді. Шоқанның корпуста бірге оқыған досы Потанин өзінің орыс жолдастарын басып озып, Шоқан тез жетілді. Оған талайлар-ақ назар аударды. Ол сондай қабілетті еді. Және оқу орнына түспей тұрып-ақ сурет сала білетін деп жазды. Үшінші тапсырма. Жас Шоқанға мінездеме жаз. Ол үшін алдымен мәтінге сүйене отырып, төмендегі диаграмманы толтырыңыздар. Шоқан кім? Қазақтың тұңғыш жиһан кезі Шоқан Уәлиханов саяхатшы, ағартушы, ғалым, зерттеуші, суретші және көп тіл білетін полиглот. Төртінші тапсырма. Тыңдаған мәтін мазмұнына сүйене отырып, суретке қарап, қазақ отбасындағы әже тәрбиесі тақырыбында пайымдамалық мәтін жазыңыздар. Мәтінде сапалық және қатыстық сын-есімдерді қолданыңыздар. Қазақ отбасындағы әже тәрбиесі.
Қазақ тәрбиесінде әжелеріміз немересін жырмен жұбатып, әнмен әлдилеп, ертегімен еліткен. Өмірден көргені мен түйгені мол әжелеріміз тәрбиелеген баланың ең алдымен тілі тез шығады. Бала сөздің қадірін біледі, орнымен сөйлеп, сөзді тауып, нықтап айтады. Немересін баласынан ыстық көретін әжелеріміз бұрындары кішкентай қара домалақтарын бір елі қастарынан тастамайтын. Бала үнемі үлкендермен бірге жүріп, олардың өнегелі әңгімелерін, тарихтан шерткен сырларын, ән-жырларын, шежірелерін тыңдап өседі. Әже алдын көріп, тәлімін алғандардан қазақтың сүт бетіндегі қаймағындай болып, тарихта есімі қалған ұлылар қатары көп. Зередей, зерделі де ұлағатты әжеден аңыз әңгімелер мен жыр дастандар тыңдап өскен Балабай, Данабайға, қазақтың ұлы ақынына зор тұлғаға айналды. Ал Айғанымдай әженің өнегесін көріп, тәрбиесін алған Шоқан кім болды? Өз тұстастарының алды, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызына, халық мақтанышына айналды. Бұдан өзге Біржан Сал, Мұхтар сынды қазақтың маңдай алды бір туар азаматтары да әженің тәрбиесін көрген, әженің алақанынан түлеп ұшқан. Өздеріңіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті пәнінен танысып жатқан нағыз әже қайда әңгімесіндегі Нұрдәулет Ақыштың әжеге берген анықтамасымен де танысып көрелік. Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Өзінің үні де, қолы да, көз қарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Балалар, тілдік бағдарға назар салыңыздар. Төл сөздің тыныс белгілері. Төл сөздің тыныс белгілері автор сөзі мен төл сөздің орын тәртібіне қарай әртүрлі қойылады. Бірінші, төл сөз автор сөзінен бұрын орындалса, тыныс белгілерін мынадай сызба түрлерімен көрсетуге болады. Алдымен тырнақша, тырнақшаның ішіне төл сөз жазылады. Төл сөз аяқталғаннан кейін үтір қойылып, сызықша қойылады. Одан кейін автор сөзі беріліп, соңынан нүкте қойылады. Немесе екінші жағдайда төл сөздің алдына сызықша қойып жазуға да болады. Егер де сөйлеміміз айтылу мақсатына қарай сұраулы сөйлем болса, соңынан сұрақ белгісін қойып, одан кейін сызықшаны қоюды ұмытпаймыз. Артынша автор сөзі жазылып, соңынан нүкте қойылады. Тоқта, тоқта, басқа күй тарт, деді Шыңғыс Қанғожаға. Екінші, төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, тыныс белгілерін былай көрсетуге болады. Алдымен автор сөзі. Автор сөзінен кейін қос нүкте қойылады. Одан барып, тырнақшаның ішіне төл сөзді жазамыз. Екінші жағдайда алдымен автор сөзі, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылады, қос нүктеден соң сызықша қойылады. Сызықшадан кейін ешқандай тырнақшасыз автор сөзін жазамыз. Сөйлемнің соңынан нүкте қоямыз. Шыңғыс Қанғожаға былай деді: тоқта, тоқта, басқа күй тарт. Үшінші, төл сөз автор сөзінің арасына орналасса, бірінші және екінші сызбада көрсетілген тыныс белгілер түгел қатысады. Алдымен автор сөзі. Автор сөзінен кейін қос нүкте. Одан соң тырнақшаға алынып төл сөз жазылады. Одан соң сызықша қойылып, артынша автор сөзі жазылады да соңынан нүкте қойылады.
Екінші жағдайда алдымен автор сөзі. Автор сөзінен соң әдеттегіше қос нүкте қоямыз. Тырнақшаны алып тастап жазатын болсақ, орнына сызықша қоямыз. Айтылу мақсатындағы сөйлеміміз, яғни төл сөзді жазамыз. Артынша тыныс белгісін қойып, сызықшаны қоямыз. Одан соң автор сөзі жазылып, соңынан нүкте қойылады. Шыңғыс, тоқта. Тоқта, басқа күй тарт, деді Қанғожаға. Төртінші жағдай. Автор сөзі төл сөздің арасына орналасса, автор сөзінің екі жағынан тыныс белгілер былай қойылады. Алдымен тырнақша ашылады, төл сөз жазылады. Төл сөзіміз аяқталмаған жағдайда үтір қоямыз да, артынша сызықша қойып, автор сөзін жазамыз. Автор сөзімнен кейін үтір қойып, сызықшамызды қойып, кейін аяқтаушы төл сөзді қоямыз. Артынша тырнақшаны жауып, нүктесін қойып, сөйлемді аяқтаймыз. Екінші жағдайда дәл осылай орындалады. Тек алғашқы тырнақшаның орнына сызықша қойылады. Тоқта. Тоқта, деді Шыңғыс Қанғожаға. Басқа күй тарт. Мінекей балалар, төл сөздің тыныс белгілерінің қойылу реттілігі осындай. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Жазылым дағдысына құрылған 5-ші тапсырма. Төменде берілген сөйлемдердің төл сөзге қатысты тыныс белгілерін қойып жазыңыздар. Қойылу себебін түсіндіретін боласыздар. Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың географиялық мұрасы осынау бір ғажайып қазақ ұлының ғылымға жан тәнімен берілген саяхатшы әрі ғалым екенін дәлелдейді. Шоқан сапар кезінде қиын қыстау жағдайларда асқан батылдық пен ер жүректік танытты. Өзінің жан жақты асқан дарындылығы, тапқырлығы, еңбекқорлығы арқасында ол өз дәуірінің өте білгір де парасатты саяхатшы географы дәрежесіне көтерілді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.